Дубай инвесторлар қашып жатыр, рынок недвижимость құлап жатыр деп барлығы ойлап жатыр. Бірақ сәл кішкене тарихты артқа қарай қарайтын болсақ, 2008 жылғы әлем бойынша кризис болған кезде Дубайдағы рыноктың бағасы 50%-ке дейін құлаған. Ойлаңыздаршы, дәл осы жердегі квартира сатып алған адам 50% арзанға скидкасымен алып, 2014, 2012, 2014-ке дейін 100% прибыльмен квартирасын бағасын шығарып алған. Ойлаңыздаршы. И потом ары қарайтын болсақ, 2020 жыл. 2020 жылы ковид болды. Бүкіл әлем коронавирусқа жабылған кезде Дубайдың рынок 10%-ке скидка болған, арзандаған. Бұл айтқанда рынок недвижимость 10%-ке арзандаған кезде 2022-ге дейін 2 жылдың ішінде рынок 60%-ке дейін доход алып келген. Ойлаңыздаршы, 60%-ке недвижимостьтің бағалары өскен. 2024 жылы 75 жылда болмаған жаңбыр жауған Дубайда. Оны білесіздер, Қазақстанда да бүкіл әлем бойынша жаңалықта көрсеткен кезде барлығы ойлады, бұл проблеманы Дубай шеше алмайды деп. Бірақ 3 айдың ішінде Дубай уже бұл айтқанда рыноктың процентін 38%-ға дейін өсіріп тастады. Ойлаңыздаршы, недвижимостьтің бұл айтқанда сделкаларын 38%-ке дейін өсіріп тастады. 3 айдың ішінде жаңбыр жауды, жаңалықтар болды, одан кейін 3 айда уже недвижимость рынок 38%-ке өсіп кетті. Дәл солай қазіргі сәтте де бұл инвесторларға бұл айтқанда Дубайда квартира алам дейтіндерге нағыз керемет возможность. Ойлаңыздаршы, дәл осындай дизайндармен қазір квартиралар шығып жатыр. Неше түрлі, ойлаңыздар, әр квартираның өзінің ішінде бассейнімен, бұл айтқанда личный өзіңіздің инфинити бассейн, теңіздің жағасында, тура осындай жерлерден 6 миллион теңгеге, ойлаңыздар, 6 миллион теңге первоначальный взносын құю арқылы тура осылай инвестиция Дубайға да жасасаңыздар болады сіздерге де. Кімге қызық болса, недвижимость туралы информация немесе квартира алғыларыңыз келсе, астындағы номер бойынша хабарласа берсеңіздер болады. Толық ақпарат сол жақта беретін боламыз.